Бүгін өмірімде бір таңғажайып, өте белгі болатындай, бір нақтылайтындай, бойымдағы қабілетті, қасиетті нақтылайтындай, сондай керемет дүние болды. Оны сіздермен бөліскім келіп отыр. Жалпы бұл жаққа Ақтау қаласындамын, аталардың басына зиярат етуге келдім. Бекерден бекер келген жоқпын, аян түс арқылы осында келу керек болды, солай келдім. Осыдан 1 жыл бұрын келіп кеткенмін. Сол кезде келмей тұрып, 1 күн бұрын аталардың басына шығайын деп жатқан кезде түс көремін. Түсімде өте кішкентай қыз екенмін. Бір алыстан тауға қарап тұр екенмін да, сол тауға қатты көзім түсіп қарап тұр екенмін. Таңертең мықты есімде қалып қойды. Содан Шопан атаның басына барғаннан кейін бардық, кірдік, қызы жатқан жерге, әйелі жатқан жерге, тамағымда өксік тығылып, өзімді жайсыз сезініп, жылағым келіп, ішімнен мынандай жүрегім көтеріліп, сондай мықты жағдай болған. Айналама қарап, ұялғаннан дыбысымды шығармай, ішімнен өзімді тұншықтырдым. Сол жерден шыққаннан кейінгі сәтте қарасам, жаңағы түсімде көрген тау алыстан көрінеді екен, Шопан атадан шыққаннан кейін. Сөйтіп, міне араға 1 жыл салып, қайтадан осы аталардың басына келдім. Бүгін таңғы 7-де шығып, бірінші Шопан атаның басына барған кезде, сәтте ішіне кірдім, бірақ өткен жылғыдағыдай сезім болған жоқ. Содан шығып келе жатқан кезде, құдықтан су тартатын жер бар, білесіздер, құдығының суы тартылып қалыпты. Менің алдымда 2-3 адам болды, су шықпай жатыр екен. Кәдімгідей тамшы суға, тек мына жібі, негізінде су бар, жібі суланып тұр. Сол жерден тамшылаған суға әйтеуір қолдарын жуып, еріндеріне тегізіп жатыр екен. Бір кезде ішімнен бір қандай да бір күш, жаңағы осы жерден су алайыншы деген ішкі ниетіммен сөйтіп жаңағы шелекті тастап су алдым. Бірге су өте ауыр болып келе жатыр екен. Қасымдағы ағалар көмектесті. Сөйтіп көмектесіп мен қоя қойған кезде, уже қайтадан ұстасам, жаңағы жеңіл болып кетіпті. Ұстап, шелекті алған кезде өте таңғажайып дүние болды. Шелек жартылай суға толып келді. Бәрі, ана жерде қаншама адам тұр. Онымен қоса, ана шелекке кәдімгідей бүйтіп байланып, мынандай ағаш шықты. Қараңыздар. Осы ағашты как будто біреу байлап жіберген. Біз оны кәдімгідей қолмен бүйтіп тұрып шештік. Ол просто так шешілмейді, просто так ілінбеген. Өте сондай бір ғажайып дүние болды. Ана жердегі адамдардың барлығы таңғалып қалды. Сөйтіп бәріміз суын ішіп, осы ағашты көріп, сол жерде ағалар, аталар айтып жатыр. Бұл жаңағыдай бір белгі депші. Міне мен адам қарайтын болғаннан кейін, как будто атадан, Шопан атадан берілген маған осындай бір асатаяқ секілді, сондай белгі ретінде қабылдады. Бұл мынау 2 өмірдің арасы деп көрсетіледі екен. Төменге жазайыншы осы туралы.